Assalamualaikum ағайын жұрт туыс-туғандар. Міне ауылымыздың ақсақалы, ағасы, еліміздің Марат ағамызбен Бибігүл апамыздың үйіндегі кішкентай қарындасымызға құда түсіп, құрметті құдаларымыз келе жатыр екен. Олай болатын болса, мынау жеңгелеріміз, ауылдың келіндері шығып, құданың атын байлаңыздар, ат байлар. Қарсы алыңыздар бар. Құда келе жатыр, құда, шашу, шашу. Құдаларға шашу. Ассаламуалейкум. Ат байлар. Алып байлар, сал. Ал бәрекелді, құрметті құдалар, бер қарай өтіңіздер. Үй иесімен амандасыңыздар. Ассаламуалейкум. Амансыздар. Ассаламуалейкум. Төрлетіңіздер. Жоқ, құдалар келе келді. Құдалар. Мінекей құдағай. Құдағайларыңыз беріп жігер. Кәде. Ойбай. Аман жеттік. Өздеріңіз. Ауыл аман. Құда болып келген жолдарымызға гүл бітсін. Әмин. Амжылдық құда болайық. Әмин. Бәрекелді, олай болатын болса, мынау осы бүгінгі құдалығымыз күн мен түннің теңескен күні киелі наурыз күніне келіп жатыр екен. Құдалар міне жолдан шаршап келген шығарсыздар. Сусыннан алып отырыңыздар, ақтан алып отырыңыздар. Бисмилла. Ал енді қазақтың тойы домбырасыз, әнсіз басталмаған. Құдаларымыз рұқсат етсе, бір той бастап, ән шырқап келейік. Рұқсат. Саулық айтқан тауында, той басталды ауылда, осым үлкен кішіде, ағайында бауырда. Той оласын, салған әлін қырасың, сәнін берсін сәгеннің, әнін берсін күшің, туысқандарым. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты, біз тіледік ай. Күндей шалқы қажарың, арқамасын базарың, әзілдері жарасын, үлелердей бажайын. Тойлы оласын, салған әнін қырасың, сәнін берсін сәгеннің, әнін берсін күләштің, туысқандарым. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты, біз тілейміз ай. Біз тілейміз ай. Той бастар кәдесі. Ай бәрекелді. Құдалардан той бастар кәдесі келіп жатыр. Қабыл алдық. Ал шаруаларыңызды айтып отырыңыздар. Құда шаруа болғанда, мынау сіздерде қыз бар, біздерде ұл бар дегендей, екі жас бірін-бірі тауыпты. Жаңағы бәрімізде қазақтың баласымыз. Тегін тапсаң тегін бер деген сіздердің алдарыңызға осы мына қыздарыңызды біз сұрап келіп отырған жайымыз бар. Біздің шаруа сол. Бала бақытты болсын деп тілекшіміз. Бөтен ел емеспіз. Ежелден араласып жатқан елміз. Жөн екен. Олай болса міне ауылымыздың ағасы Марат ағамыз келіскендей ыңғай танытып отыр. Сондықтан енді бүкіл аға туыс-туғандарыңыз көрсін, сіздер мың жылдық құдамыз деп қол алысып, өр басып, көз қағысып қойсаңдар. Құдалықтың несі? Ал бәрекелді. Құда бегізге Бауыр жегізге. ой бәрекелді. Бақытты болсын. Құдалық құтты болсын. Ал олай болатын болса өзі қазақтың салты, дәстүрі ата-бабамыздан келе жатқан мінекей
екі ағамызда екі құда тұрып, астың кәдесі, мінекей, екі құда тұрып, төс түйістіріп жатыр. Олай болатын болса, міне, дәмге де, дастарханға да, екі жасқа да деген баталарыңызды тыңдасақ. Ал құда, енді құдалай қол қайта береміз ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдалық берік болсын, қуаныш көрік болсын, қосылған жас жұбайлар мәңгілік серік болсын. Келістік келін болсын, керемет күйеу болсын, екеуі бір-біріне таян сүйеу болсын. Алла тағала мынау жақындығымызды ұзағынан сүйіндіріп, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Жастар бақытты болсын. Ал мінеке құрметті қонақтар, құрметті құдамыздың иығына, ағамыздың шаңырағының атынан шапан. Ал, қабыл алыңыздар. Шапан құтты болсын. Шапан құтты болсын. Құдалығыңыз құтты болсын. Және құрметті құда, бұл шапан ғана емес, сыртта арғымақ атыңыз бойлы ұлты. Шілдехана бесік той, сол күзгірсінде той, ай шіркінай. Құда түсу сырға салу бет ашарыма. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, жаны жайсан, жамағат, мейірбанды меймандар. Міне ауылымыздың ақсақалы, беделді ақсақалының үйінде кіші баласы үйленіп келін түсіп отыр. Бұл келіннің қазақ аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Келініміз киелі наурыз айында күн менен түн теңескен уақытта түсіп отыр. Олай болатын болса, үйлену бұл ата салты қашанғы, той дегенде көңіл шалқып тасады. Жаңа түскен Ақмаралдай келіннің сөзге жүйрік мамай бетін ашады деп бір қос оқып. Ал міне ұлыстың ұлы күні оң аяқпен аттап келіп жатқан келінімізді салайық. Ал бәрекелді. Мынау енді ата-баба салтымен бет ашуды рұқсат етіңіздер. Алағайын, ағайын, домбырамдау алайын, көмбірлетіп қағайын, бүгін біздің ауылға қызығыңдар талайын. Жаздай жайлы жанары, қиылған қос қабағы, келін елге бақ болар, құтты болсын қадамы. Ағылып келіндер, бет ашамын көріңдер, айдай келін балады. Ел ардақтар сыйлыны, көңіліңе түйініні, басқа ауылдың бір гүлін, осы ауылдың сүйініні, қызға келін болу хақ, бұл далланың бұйрығы. Келін деген атым бар, бабадан қалған нәпілі бар. Жалғасып келген бұл күнге, келсе айтайын көңілге. Анам дойлап егімде, дағдарыспен елімде, өмірде мынау түгілме. Қатарынан алғаштыр, сапарыңды жалғастыр. Жақсылыққа жолдас қыл, жамандыққа жүгінбе. Жалғыз емессің шарың бар, көрге бақыт қолыңдар. Жақсы отбасы болыңдар, ел мақтайтын түбінде. Бір-біріне қолған бақсыңдар, неке қиып жатсыңдар бауырсың күнінде. Шыңға сені, шыңға. Алайым, тойды біздер атқарайын, қалайша баба салтын сақтамайын. Бұл тойды көрілмеген көп адам бар, әқ жолын әруақтың аттамайын. Тұрады-ау әруақ десе ішім күйіп, қашаннан әруақтың орны биік. Жататын жер астында күндіз түні, сәлем қыл әруаққа басың дейік. Аруақтар Өлі разы болмай тірі байымайды деген. Алау тұрған атасы, сөзінің жоқ қатесі. Көңілін таба білсеңіз,
Саған тиер батасы, сондықтан да келінжін, аталарға бір сәлем. Ауылымыздың ақсақалдары, аталары, сіздерге келіндеріңіз сәлем салып жатыр. Atasının önünde mi göreyim? Ben de atasına kalmayın. Sen de atasın mı? Men de atalarına kalmayın. Anam turgan anamız, akılşımızdan anız, ol kısının aldında, bärimizden balabız, sonduktan da gelin jolun, yenelerinizge bir sәлем. Көргенің өсін, бақытты бол келін. Kelinim altın bolsun deyip altın salamın. Altında jarfırayı versin. Kolay versin ya. Özünüz iyi olsun. O men aytkan. Halal turgan kaynağan, belim bekem baylağan, özümün burun aldı men, eninin kamını oylağan, sonduktan da gelinjin, kaynağalarına bir sәлем. Al, kendilerine halkta kalalım. Baktı onlar oynalar. Baktı oynalar. Önümden baktı bu. Al berekende koşum ettim oturunuzlar. Oramalga kümesiz, ketmesin üyünüzden arasınız. Minekeyip bosağatlap kelin boldum, bosının ayakta aldışmışsınız. Aktanıp mahabatının ata verirsin, sözümde kanday adam kata bilsin. Bosılgan iki жасқа құрметпенен, әулеттің үлкені кеп бата берсін. Ал міне, құрметті қонақтар, жаны жайсаң жамағат, оң аяғымен аттаған келіндеріңіздің беті ашылды. Олай болатын болса, әулетіміздің үлкені ақсақалымыз жастарға келінге деп батасын берсін. Төрлеріңе қыдыр қонып, босағаларыңа бақыт байлансын. Төрт қыбылан түгел боп, көңілдерің жайлансын. Ағайын туыс сүйсініп, құрбы құрдас таңдансын. Үміт артқан атама шілдеханаға қамдансын. Сәбидің үні естіліп, тірліктерің жандансын. Ал ағайын, сіздерде сол қуанышқа келем деген ой болсын. Баршаларыңызда, үйлеріңізде ұлан асыр той болсын. Ал келінжан саған тілерім, қайнап бір тұрсын қазаның, жайнап тұрсын ажарың, сайрап тұрсын бұлбұл тіл, пәс болмасын назарың, асқа толсын табағың, ашық болсын қабағың, қандай істі ойласаң, орындалсын талабың, біте берсін жұмысың, тарылмасын тынысың, айта берер мол болсын, несібең менен ырысың, ұлды болыңдар, қызды болыңдар, қатарларыңның алды болыңдар. Айтқаныңыз келсін, мынау енді құрметті апай, апа, мынау келініңізді елмен жұртпен таныстырдым. Енді мынау келініңіздің орамалын өзіңіз ашып басына тағып беріңіз. Ал. Құрмет көп жасап. Ал берекет. Жаным сол бақытты бол. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бақытты бол. Шілдехана бесік той, сол көздерсінде той, ай шіркінай. Қота түсті сырға салу бет ашарыма. Құрметті қонақтар, ағайын, бүгін міне кішкентай баламыздың бесікке салу рәсімін жасаймыз. Ал қонақтар қош келдіңіздер. Маған бүгін мынау бесікке салу салты бұйырып тұр екен. Мен қазір мынау нағашыларының әкелген бесігін сіздерге былай ашып көрсетейік. Баламызды, кішкентай сәбиімізді бесікке салып, қазір дәстүрді сіздерге көрсетеміз осы. Бесікті негізі ашық қалдырмайды. Қазір біз мынау жасауын дайындап алғаннан кейін барлығын рет-ретімен көрсетеміз нағашыларының әкелген.
Қазір міне бесіктің мынау жасаулары өздеріңіз білесіздер. Белбау, түбек болады бесікте. Қазір бірінші тыштырма деген бір салт дәстүр бар, бізде соны жасап алайық. Қазір кішкентай сәбилер көшеде жүрген балаларға мынау кәмпиттерді таратасыздар. Бісміллә. Тыштырма. Ал осы кәмпиттерді енді балаларға тарқатып жіберіңіздер. Мынау бесіктің арнайы көрпешесі, сәбидің асты жұмсақ болып тұру үшін тігіледі. Ортасы тесік. Міне. Бұл жерге біз мынау түбекті саламыз қазір. Мынау жастығы арнайы сәбиге тігілген. Сосын баланы орайтын мынандай жаялық болады. Осы жаялықты төсейміз. Жаялықты жайып, бесікті жабдықтап алғаннан кейін біз мынау жын шайтаннан баламыз алас болсын деп, мынау шырпымен кішкене бесікті аластап жібереміз. Бісміллә, алас. Ұйқың тыныш болсын, жын шайтаннан алас бол. Алас. Ал сәбиді алып келіңіздер енді. Баланы шешіндіріп, бесік деген балаға ең қажетті негізгі нәрселердің бірі. Өйткені бала жылып жатады бесікте, аяқ қолы түзу болады, таза болады. Анасының көп уақытын алмайды. Баланы бесікке бір бөліп ұйықтатқаннан кейін, ол өзі ұйықтап жата береді. Көзден тілден сақтасын. Мынандай шүмек деген нәрсе болады. Шүмекті аяғының ортасына баланы саламыз. Сосын аяғын қысып тұрып ораймыз. Аяғы түзу болып. Аяғы түзу болады баланың. Белбаумен аяғын бірінші ораймыз. Екен бала? Мазан емес. Мазан емес па? Атасына тартқан ғой. Әкесі, атасы жатқан бесікте немерелері де жатқан. Сосын жоғар жағындағы баланың қолын ораймыз. Туған жер алтын бесікте, осындай бесікті қазақтарымыз дәріптеген, ардақтаған. Сосын екінші белбаумен баланың қолын ораймыз. Қатты тартып байлап қоямыз, ол баланың қолы, аяғы қимылдап тұрмас үшін керек. Бесіктегі бала сұлу, әдемі болып көрікті өссін деп бас жағына айна тарақ қойған. Қамшы қояды аяғының астына. Шошымасын. Бала шошымасын. Өскенде үлкен ер жігіт болсын, атқа мінер азамат болсын дейді. Бас жағын бұлай салқын келмес үшін кішкене бүркеп қоямыз. Сосын үстіне мынау бесіктің жабдығын жауып, енді баланың ұйқысы тыныш болсын, баланың ұйқысы қалың болсын деп атасының шапанын үстіне жауып қояйық. Бесіктің үсті қанша қалың жабылса, баланың ұйқысы да сонша қалың болады. Бесіктің аяқ жағына былай қамшы қойылады. Бала ер азамат, үлкен азамат болсын, атқа мінер азамат болсын деген ырым. Міне қалыңда бұл баланың үстін жауып қояйық. Ұйқысы қалың болсын, бала анасының мазасын алмасын. Ал енді әлди айтып баламызды ұйықтатайық. Әлди, әй бөпем, ән айтайын бал бөпем, ән тыңдағын келсегер, тағы айтайын жан бөпем. Шілдехана бесік той, сол көздерсінде той, ай шіркінай, қота түсті сырға салу бет ашарыма. Құрметті жиналған қауым, мынау атамыздың шаңырағында үлкен той болып жатыр екен. Осы өткен айда дүниеге сәби келген екен. Сол сәбидің қырқынан шығару рәсімін маған бұйыртып отыр.
қырқынан шығаруды жай адамға бермейді екен, менің жолымды берсін деп, осы атамыздың келіні мен баласы тілек білдіргеннен кейін қарсылық білдірмей бүгін қырқынан шығаруға келіп отырмын. Ата, шаңырағыңыз биік болсын, бөпелеріңіз өсе берсін ауырмай. Ал енді қырқынан шығару рәсімін бастау үшін бөпелеріңізді алдырайын мына жерге. Наурыз айына тұспа-тұс келген екен қырқынан шығару рәсімі. Соны енді рәсімін жасап жүрейік. Мына жерде жас келіншектер отыр. Алдарыңызда енді салт дәстүрмен соны көрсетіп жүрейік. Бөпелеріңізді әкеліңіздер мына жерге. Ой, баланы қырқынан шыққанша ешкімге көрсетпейді дейді. Не бүгін ғана бөпелеріңізді көріп отырмыз. Әйдік жігіт болсын, есімі Аяла екен, сол Аяладай аялап бәрімізді жүре берсін. Мына жерде енді айтады ғой, қыз баланы кішкене асырып шығарады дейді. Жаңағы көп жүрмесін, жеңілтек болмасын деген сияқты. Ер баланы ертерек шығарады дейді қырқынан, еліне тез өсіп, еліне қамқор болсын деген салтпен. Ал енді мынау бөпемізді қазір мына жерде қырқынан шығару рәсімін суға түсіріп, шешіндіріп, ақымдап, шешіндіріп, сіздер енді куәгер болып отырсыздар осындай рәсімнің. Бісміллә. Мына жерде суына міне күміс салат бізде суға, күмістей таза болсын деп, күмісті қазақ баяғыдан құндаған, күмісті саламыз мына жерге, суы таза болсын, баламыз күмістей ақ болсын. Ал бісміллә деп, баланы бөпемізді суына салайық ақындап, бісміллә. Ал мінекей, міне шашына, құлағына, бәріне. Ал енді жаңағы салт бойынша күмісті салдық. Енді 40 қасық су құямыз. 40 қасық су құйып атқанда бәрін санап отырайық, және тілек айтып отырайық. Қандай болсын деп, бісміллә, мен бастайын, сіздер қоштаңыздар. Ал мынау Аяла атамыздың немересі, парасатты, ақылды қыз болсын. Бақытты болсын. Екеу. Үлкен қызметкер болсын. Ал айта беріңіздер кәнеке тілектеріңізді. Ибалы қыз болсын. 4-еу. Білімді болсын. 5-еу. Ғұмырлы болсын. 6-еу. Ақылды болсын. Ақылды болсын. 7-еу. Сұлу болсын. Мен айтқандарыңызға 8. Еркетай болсын. 9. Сыйлы болсын. 10. Ал кәне қыздар, келіншектер, 11-ші қандай? Ақылды болсын. Ақылды айтылды. Тағы айта беріңіздер енді. 12. 13. Қадірлі, қасиетті болсын. 14. Парасатты болсын. 15. Еліне сыйлы қыз болсын. Еліне сыйлы болсын. 16. Оқушының алды болсын. 17. Қызыл дипломмен бітірсін мектеп. 18. Әмин айтқандарыңыз. Кәне. Айтыңдар. Ал кәне, Ата-анасының сүйкімді қызы. Ой, әмин айтқаныңыз келсін. Арақашан ақ жол болсын. 18. Ең бақытты бала болсын. Бақытты бала болсын. 20. Ырысты болсын. Әмин, 21. Бауырларына қамқор болсын. 35. Әже атасына қамқор болсын. 38. 39. Ең сұлу болсын. Ең бастысы бақытты болсын. 40. Бақытты бала болсын. Мінекей, ал, кәне, ұстап тұрмыз ма? Ұстамыз ма? Орап алайық. Кәне. Ал, кәнекей, мінекей, қыздарыңыз шықты, тазарынып. Ал, бақытты бала болсын. Кәне. Енді қазір салтымыз бойынша жағы 40 күнге шейін алынбаған тырнағын, шашын аламыз. Айтады ғой, шашы баланы жатқан кезде ауыр тиеді деп, тырнағын, шашын алып, кәне, ырымын жасайық енді. Ырымын жасап берем, әрі қарай өздеріңіз ала бересіздер ғой енді. Мынаның ішіндегі күмісті, міне, келіншектер. Мен лақтырам, өздеріңіз алыңыздар. Бәріңізде де үйлеріңізде осындай той болсын. Күмістен алыңыздар, үйлеріңізде сәби келсін, сәбидің күлкісі кетпесін. Кәне, алыңыздар. Кәне, қыздар, алыңыздар. Ырымдап аласын, алыңыздар. Ал енді, бісміллә деп мен ырымын жасай, шашын алатын қып. Бісміллә. Өзі жыламайды екен. Мынау шаштарын бұрын сақтап қойған, арнайы өзінің жаңағы кішкентай мата тігіп, соны енді келін бала өзі сақтап қояды деп ойлаймыз. Тырнағын, шашын, ал мынандай әшекейлі қайшымен тырнағын алып, бісміллә деп тырнағын аламыз.
шебер қыз болсын. Ай, шебер болсын, иә, қолы майысып, өнерлі болсын, шебер болсын. Ұлттық салт дәстүрімізді дәріптейтін бала болсын. Ал, мінекей. Ал, сақтап қойыңыз енді. Ал, кәне, құтты болсын ата, немереңіз мінекей 40-нан шықты. Ендігі өмірі ғұмырлы болсын, бақытты болсын. Кәне, қалқып ұстай қой. Ал, мына жерде менен боса да келдім, тойларыңызға бос келмедім. Мынандай аялаға шығарған тойбастар, мынандай бесік бар ішінде, тәттісімен өмірі тәтті болсын деген. Сосын мынандай ескерткіш аяла немеренің 40-нан шығу тойынан қазіргі біздің келіншектер, әжелер көбінесе жаңа тарихын біле бермейді. Ішінде бесік жыры бар, одан кейін әңгіме ертегілер бар, ішінде басылып шығарылған, сәбиге тілейтін тілектер бар, мақал мәтел ертегілер, жаңа әжелерге, аналарына мынандай әженің әлдейі бар, мынандай кітапшам бар, сыйлық. Барлығымызға осындай сыйлық әр үйге керек нәрсе деп ойлаймын. Осы табыстаймын осы үйдің келініне. Бесік тербеткенде қалқам әніңді айтып отыр, балаңа осындай өнегелі тәрбие беріп отыра бер. Мынау тостаған мен мынау 40-на шығарған қасығын, қайшысын осы үйдің келін баласына берем, сақтап қойсын. Міне, барлығы өзіңе әрі қарай. Енді мына жерде Қазақстан деген кәмпитіміз бар, отандық. Содан әр қайсыңыз алыңыздар, міне шашу ретінде. Әмин, айтқандарыңыз келсін. Мынандай Қазақстан кәмпиті отандық, осы Қазақстанның үлкен азаматшасы болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Ал осымен енді әрі қарай той жалғаса береді. Әкелген қалжаларыңызды үлестіре беріңіздер, көрсете беріңіздер. Той бастап жүрек енді. Мен той бастар ретінде бір ән айтып, енді мынау кішкентай сәбидің құрметіне бір той бастар ән айтып жіберейін. Бәріңіз қосылып отырыңыздар. Ал енді ата, немереңіз мінекей 40-нан шығып бүгін үлкен той болып жатыр шаңырағыңызда. Енді осы бар жиналғанымызға немереңізге батаңызды беріп жеріңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына немереміздің бауы берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, бақытты заман көрсін, қазақтың жоғын жоқтайтын, аталы сөзге тоқтайтын, перзенті болсын, халықтың ел бірлігін сақтайтын. Берсін Құдай алмасын, қайғы салмасын, бір Алла өзі жар болып, періштелер әркез қорғасын. Шілдехана бесік той, сол көздер сүнде той, ай шіркін-ай, қота түсін сырға салу бет ашарыма. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер біздің үйімізге.
Қазір мынау үйде үлкен той болып жатыр екен, кішкентай сәбиіміздің тұсау кесілейін деп жатыр екен. Сол тұсау кесу бақыты бұйырып тұр екен. Қане балапанды әкеле қойыңыздар. Міне мен әдейі мынандай ала жіп дайындап келдім. Бұл бала ешкімнің ала жібін аттамасын деген ырыммен жасалады. Баланың аяғының астына ақ мата төселеді. Жолы ақ болсын деген мақсатта. Ал бісміллә. Баламыздың жолы ақ болсын, сүрінбесін, үлкен азамат болып өссін. Беделді, білімді азамат болсын, жолы әрдайым ашық болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Бісміллә. Ал тай басып жүре ғой балапан. Шашым шашар. Ақ жол тілейік баламызға. Әйдік жігіт бол. Үлкен азамат болсын. Не аласың, Кенесары? Не аласың, Кенесары? Ал. Не аласың? Ал. Не аласың? Ырым бойынша бала нені алады, сол нәрсеге жақын болады деп ырымдайды қазақ. Ал ала ғой, Кенесары. Әне асық ойнайтын үлкен азамат болсын. Өнерлі азамат болсын. Баламызды бір қарай әкеліңіздер, атасын берейік. Ақ мол болсын, жолы ақ болсын, көңілі шат болсын, елге елеулі болсын, халыққа қалаулы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, наурызымыз қайырлы, құтты болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Берекелі қазақ жері ел мерекелі, дәстүрлері сақталынған қазағымның бол ежелгі. Шілде қана бесік той, сол көзерсінде той, ай шіркін-ай. Қота түсу сырға салу бет ашарым-ай. Алты бақан аясында сыл бой жеткен, қыз бала кең даланы